Жалпы адамзат баласына ортақ, жыл 12 айда бір келсе де жырғап сауапқа бөлейтін қасиетті Құрбан айт мерекесінің қарсаңында отырмыз. Осы Құрбан айттың дініміздегі қадір қасиеті, хикметтері, қоғамдық пайдасы, шығу тарихы жайында Ерболат Солтанмұрат бауырым өзің айтып берсең. Құрбан сөзі жалпы арабша бір сөз, Аллаға жақындау мағынасына келетін құрб сөзінен келеді. Құрбан мағынасында, құрбан шалу мағынасында Құранда екі жерде құрбан сөз өтеді. Бұл түркі халқының жалпы Құранмен қаншалықты тығыз байланыста екенін көрсетеді. Өйткені құрбан мағынасында қолданылған сөз құрбан. Бірақ қазір араб мемлекеттерінде арабтардың құрбанға қатысты қолданған сөздерінде құрбан емес, көбінесе сол айт намазынан кейін шалынатындықтан сол уақыттың атын алған духа сөзінің жаңа удухия, айдул адха ретінде қолданылады. Бұл да бір ескеретіні. Енді жалпы құрбан намаз сияқты, ораза сияқты адам пайғамбардан соңғы пайғамбарға дейін жалғасып келе жатқан бір құлшылық, бірақ тек қана бұның адамдарға жүктеген міндетімен жасау, құрбан шалу түрлері ғана өзгеше болып келген. Құрбан адам пайғамбардың екі баласы, барлықтарыңыздың білетін сияқты, екеуі де құрбан шалады. Сол құрбанды Аллахқа жақындау мақсатында шалады, бірақ біреуінің қабыл болып, біреуінің қабыл болмауымен алғашқы қан төгу оқиғасы басталады. Жалпы қарап болсақ, Құранның қай жерінде құрбанға қатысты немесе құрбан шалуға қатысты бір оқиға айтылатын болса, сол құрбанның қасында бір қан төгу оқиғасы немесе бір өлімнен аман қалу оқиғасы жүреді. Мысалы, жаңағы Қабыл мен Абылдың құрбан шалу оқиғасына қарайтын болсаңыздар, Абылдікі қабыл болады, Қабылдікі қабыл болмайды. Қабыл болмаған сәтте Абылды мен сені өлтіремін дейді. Ол да айтады да, құрбанды Аллаху Тағала тек ықыласпен, шынайы ықыласпен, тақуалықпен шалған адамдыкін ғана қабыл алады дейді. Бұл жерде қарасаңыз, Қабылдың құрбаны қабыл болмады, сондықтан Абыл мысалы бір қан төгілді, қайтыс болды. Одан кейін тағы қарайтын болсаңыз, Мұса пайғамбарымыздың үмбеттерінің ішінде тағы бір адамның өлімі болады. Бұлар бұны кім өлтірді деген оқиға басталады. Қарасаңыздар, сол кезде де адамдардың арасында бір келіспеушілік, егерде оның кім өлтірген ортаға шықпаса, тағы да қан төгу оқиғасы тұрады. Сол кезде де Аллаху Тағала оларға бір сиырдың құрбандыққа шалыну керектігін, сол шалынған кезде соның етімен өлген адамға ұру арқылы, ол құрбан өлген адамның кім өлтірген айту арқылы бұл қан төгу оқиғасы басылады. Одан кейін Ибраим пайғамбарымыздың түсінде өз баласын құрбандыққа шалу арқылы бұйрық алады. Бұны әрине пайғамбарлар сынақтан өтпей қалу деген бір не болмайды, бірақ сол сынақтан өтті, бірақ қалай өтті? Жәннаттан Исмайылға бедел болатын, соған сай бір қошқар түсіп, сол құрбандыққа шалынған үшін Исмайыл пайғамбар аман қалып отыр. Одан тағы мысал қарасаңыздар, Жүсіп пайғамбарымыздың кішкентай кезінде бауырлары оны өлтіруге алып барған кезде, ол кезде де Жүсіп пайғамбарымыз қалай аман қалады? Олар бұны біз әкемізге айтайық, бұны қасқыр жеп кетті деп, сол жерде бір құрбан емес, енді ол жерде бір қойды бауыздайды. Қарасаңыз, бір құрбандық болып тұр. Оның қанын Жүсіп пайғамбардың жаңағы көйлегіне жағып, әкесін алып келеді. Құранда жалған қан дейді. Бірақ ол жерде де Жүсіп пайғамбардың аман қалуында бір құрбандық тұр. Одан кейін қазір қажылықта Аллаху Тағаланың бұйырған, мысалы, құрбан шалады ғой, қажылыққа барған адамдардың барлығы. Бұл жерде де Аллаху Тағала оны енді Құранда хәди деп өтеді, яғни сыйлық немесе жол көрсетуші, жол көрсетудің ізінен жүретін мағынасына келетін хәди сөзі қолданылады. Бұны да Аллаху Тағала құрбан шал деген кезде былай дейді: егер сендер қажылық жасаған кезде немесе жасау барысында алдарыңа бір тосқауыл шықса, немесе ауырып қалсаңдар, онда шамаларыңа қарай бір құрбан шал жіберіңдер дейді. Қарасаңыз, бір тосқауылды, ол құрбандық тосқауылдың алдын жауып тұр. Немесе ауырсаңдар дейін, адам ауырып сырқаттанып қайтыс болуы мүмкін ғой, соның тосқауылы болып тұр. Сол жағына қарасаңыздар, бұл құрбандықта бір не жүр. Енді соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның да білесіздер, балалары, ұл балалары кішкентай жасында қайтыс болып кетеді.
Бұның да енді пайғамбарымыз айтады, менің ұлдарым барлығы қайтыс болды, егер де олар тірі болғанда барлығы пайғамбар болатын. Бірақ Аллаху Тағала менен кейін пайғамбар жібермейтіндіктен оларды кішкентайынан алды дейді. Енді соны ұлдарының қайтыс болғанын кәпірлер көріп, мысалы пайғамбарымызға мазақ ретінде айтады ғой, сенің тегін құруды. Яғни әбдар деген кесіліп қалу, шорт кесілу да, шолақ, сенің ұрпағың жоқ деген мағынада. Енді бұны Аллаху Тағала сол кәпірлерге жауап ретінде айтылған кезде де біздің қазір бұл құрбандықты уәжіп үкімін шығаратын аятты, мысалы фасалли ли раббика ванхар, Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал, инна шанияка хуал абтар дейді. Олар саған сені мазақтағандардың, саған тіл тигізгендердің өздерінің ұрпағы құрайды дейді. Бұл жерде пайғамбарымыздың ұрпағын құрып кетпейтініне қатысты неге құрбан шал деп отыр? Өйткені сен құрбан шалсаң, біз сенің ұрпағыңды берекелі қыламыз. Сенің ұрпағыңды көбейтеміз. Сол неде бір-біріне сәйкес келіп отыр. Жалпы пайғамбарымыздың өміріне де қарайтын болсақ, құрбанның уақытында құрбан шалған кезде жалпы қарасаңыздар, екі құрбан шалған. Біреуі өз үшін, өзінің уәжіп міндетін орындаған, екіншісін үммет үшін жасаған. Үммет үшін не үшін жасаған? Өйткені пайғамбарымыз үмметінің аяғының астына тікен кіргеннің өзін қаламайтын пайғамбар, үмметінің аман сау қалуы, бастарына келетін қандай да бір қиыншылыққа қарсы пайғамбарымыз алдын ала құрбандар шалып тастаған. Сол үшін пайғамбарымыздың үмметі, яғни біз мұсылмандарды Аллаху Тағалаға жасаған күнәлары үшін бір жолда жоқ болып кету. Мысалы Мұса пайғамбарымызда болды, Иса пайғамбарымызда болды, көптеген қауымдар бір жолда жоқ болып кетті. Бірақ біздің пайғамбарда ондай бір оқиға жоқ. Иншалла, енді мына жерде бір ескере кететін нәрсе, қазір кездегі құрбан шалған адамдар жалпысы былай ойлайды: мен құрбан шалдым, осы құрбанымның етінен адамдар пайдаланып жатыр. Негізі олай емес, ол адамдар пайдаланған үшін негізі құрбан шалған адам пайдаланып жатыр. Өйткені ол өзі құрбан шалу арқылы өз семьясына, немесе өз басына, немесе туысқандарына, жалпылай қарайтын болсаңыздар, күллі мұсылмандардың аманшылық үшін құрбан шалынып жатыр. Ондай кедей болмаса, ет жейтін кедей болмаса, бұлардың дұғасы, құрбаны қалай қабыл болады? Сондықтан құрбан шалу арқылы тәкаппарлыққа емес, құрбан шалу арқылы шүкіршілікке бастау керекпіз. Рахмет, Ереке, тамырынан таратып, осы бір құрбан айттың қасиетін, маңыздылығын, бұрынғы өткен пайғамбарлардың тарихында қаншалықты маңыз мәнін айтып өттіңіз. Енді Омар аға, қош келдіңіз. Осы дініміз бен дәстүріміз тонның ішкі бауындай егіз, астасқан, бауырласқан деп көп айтамыз. Елікбай Исаев ағамыздың термесінде осы үйдің ошақ мал жаным, аманат қылып ал жаным, сөндірмес балам отымды ақылды болса алғаның, жаста болса жан балам өзіңе арттым салмағын, шаман келсе жылына бір малды құрбан шал жаным дейді. Осы біздің қазақ қоғамындағы құрбан айттың маңызы, жалпы шығу тегі бұрынғы дәстүрімізбен айтып өтсеңіз. Құрбан айт, ол құрбан шалу, ол бүкіл мұсылман жұртына ортақ. Ол қазақтың құрбан шалу, өзбектің құрбан шалу деген құрбан шалу жоқ. Ол бәріне ортақ. Ал енді әрине ол қазақ, ол әлмисақтан бері мұсылман. Сондан ол ислам, осы біздің ата-бабалар исламды қабылдамай тұрып та біздің бабаларымыз құрбандық шалған. Оны жаңағы ақсарбас дейді, мысалы, үлкен жорықтарда, сондай бір қатерлі үлкен жорықтарда ақсақалдар жиналып ақсарбас шалатын, бозғосқа шалатын, немесе бір кісі жорықтан аман келсе, ақсарбас дейді, қуанып, ақтүйен қарын жарылды деп. Сөйтіп бұл ашқан кезде сол Құдайға, Тәңірге сол шүкіршілік ретінде сол малды шалып тұратын. Ал енді бұның негізі философиясына келетін болсақ, қазақта бір мақал бар екен: ауатын жүк болмайды, бұрауы жетпейді, бермейтін Құдай болмайды, сұрауы жетпейді дейді. Сонда бұл Машһүр атамыз ашық айтады: сендер Құдайдан тілейсіңдер дейді, бірақ сол Құдайдың өзін берген дейді, боқ дүниесін Құдайдың өзінен аяйсыңдар дейді. Сөйтіп отырып Құдай бермейді деп айтасыңдар дейді. Сонда Құдай Тағала
мынадай сөз айтады дейді. Ексең орасың, берсең аласың. Ексең орасың, берсең аласың. Сондан қазақтағы сөз бар, береген қолым алаған дейді. Сонда Алла Тағала Құранда да бүкіл жерде жазады. Сендер егер менің жолыма, Алланың жолына мал салсаңдар, қандай да бір мен оны кейін сендерге еселеп қайтарамын дейді. Міне қазақ осы философияны өте жетік меңгерген. Сондықтан қазақ кез келген қиын жағдайда, мысалы жауын жаумай қойса да тасаттық береді, мысалы құрбан шалады. Бір іс оңынан салмай қойса, мысалы бір қазіргі кезде байқап отырса, бір корпорация ашылса, мысалы жаңағыдай, мысалы осы Қарағанды жылу деген бір корпорация болды. Сонда соның басшысы әрбір отопительный сезон басталғанда жаңағы 5-6 қой құрбандық шалып отырады екен. Соның бір қызығы, сол жылы жаңағыдай труба жарылмай, сол жылы аман есен өтеді екен, шығынсыз. Сондай бір заңдылық бар. Сонда біздің бабаларымыз сол қазіргі кездегі жаңағы көкірек көзі ашық, дәстүрін үзбеген, дәстүрдің хабары бар жігіттер, сол үлкен корпорацияның басшылары, кез келген бизнес бастап жатқан кезде міндетті түрде құрбандық шалып, жаңағы бата оқылып, Құран бағышталады. Міне сондан бұл құрбан сөзінің мағынасы қазақта өте үлкен. Енді екінші бір мәселесі, бұл құрбандық ер адамның қазақ қоғамындағы рөлін айқындайды. Қазақ айтады, еркек тоқты құрбандық дейді. Яғни қазақтағы кез келген еркек өзін ел үшін құрбан етуге дайын тұрады. Сонағы Қайрат Рысқұлбектің сөзі деп айтады ғой, Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңдар дейді. Сол қазақтың жүйесімен айтып отыр. Бұл үлкен нәрсе. Енді екінші бір мәселе, жалпы құрб деген сөз Құдайға жақындау деді жаңа бауырымыз, Ерболат бауырым. Сонда қазақтың тілінде бар, менің құрбым дейді мысалы. Яғни ең жақын деген сөз, құрдастар дейді. Сосын бұл ғашықтықты да қолданады. Ғашықтық поэзиясында мысалы Абайдың поэзиясында Абай айтады, айттым сәлем қаламқас, саған құрбан малмен бас дейді. Яғни бұл ашқан кездегі жалпы ғашықтық ол құрбандықты талап етеді. Ал үлкен мағынасында Шәкәрім айтады, адам өзінің нәпсісін құрбандыққа шалмай, ол Құдайға ешқашан жақындай алмайды дейді. Сонда Шәкәрім айтады, тірлікте қосылған дейді, яғни нәпсің тірі болып тұр. Тірлікте қосылған ғашықтық емес, ол ойнас ол дейді. Ол жар емес, ол ойнас дейді. Міне сонда қарасаңыздар, мынау өлмей тұрып өлу деген идея қазақ қоғамында өте берік орныққан. Яғни адам өзінің нәпсісін құрбандыққа шалмай, нәпсісін тыймай, ол Құдайға жақындау жоқ деген ұғым қазақ қоғамында өте берік орныққан. Сонда мына құрбандық деген сөздің мағынасы өте. Сосын енді біздің мысалы мынау көп адамдар мәшһүр айтады, қазақ қоғамында дейді, 19 ғасырда сол діни түсініктер әлсіреп кетті. Өйткені алдында 300 жыл қазақ жоңғар соғысы болды. Қазақтың бүкіл медреселері қиратылды. Мынау Сейхун мен Жейхунның арасындағы Мауреннахр дейді, қаншама қалалар қиратылды. Қазақта былайша кезде бір кішкене ислам дінінің қағидалары әлсіреп кетті. Сонда мәшһүр айтады, бұрынғы қазір қазақтар дейді, ақиқа дегенді ұмытып қалды дейді. Мысалы бұрынғы қазақтар дейді, ұл бала туса 2 қой құрбандыққа шалатын дейді. Неге? Бұл оның болашақ сол Құдайдың бергені шүкіршілік қылып, соның өтеуіне 2 мал құрбандық, яғни болашақ баланың аман есен болуының өтеуі ретінде ақиқа шалатын дейді. Қазір қазақтар дейді, білмегендіктен оны қалжамен шатастырып жүр дейді. Қалжа мүлдем бөлек нәрсе дейді. Сондан қазақ қыз бала туса 1 қой құрбандыққа шалатын дейді. Яғни мал жанға жан деген мағына дейді. Сен маған жан беріп жатсың, мен сол жолға бір жаңағыдай жандықты, қазақ қойды жандық дейді ғой. Сол жандықты құрбандыққа шалып жатырмын деген мағынаны береді екен. Сөйтіп қазақтың жаңағы философиясында осы Құдайға шүкіршілік, яғни Құдайдың берген жанына, Құдайдың өзінің берген малын құрбандыққа шалып, өзінің бәледен, жаладан, қазадан, тосыннан келетін небір түрлі пәлекеттерден халық өз-өзін қорғап отырған. Сондан шын мәніндегі құрбандық дегеннің ең үлкен нәрсесі бұл қазақ айтады жаңағыдай, бір адамға риза болғанда мен сенің құрбаның болайын дейді. Яғни не? Мен сенің
өзім нәпсімді сенің жолыңа құрбан еттім мен. Ал енді қазақтың жаңағы өзінің қағидасы бар ғой, малым жаным садағасы деген, ол да құрбандық. Малым жаным садағасы. Қазақ малды не үшін жинайды? Жаны үшін жинайды. Жанының жолында қазақ малын аямайды, құрбандыққа шалады. Ал жанын арының жолында құрбандыққа шалуға даяр болады. Сондан біздің қазақтың осы бүкіл катаклизмдерге, небір нәубеттерге төтеп беріп, мың өліп, мың тіріліп, аман қалуының бас себебі осы Құдаймен қарым-қатынаста, құрбандық мәселесінде әбден түйсініп, бір сәтке де оны есінен тастамаған кешегі атеистік замандардың өзінде айт тойлайтын, шек шалатын қазақтар сондай бір осы бізді сақтап қалған осы түсініктер. Сондан бұл құрбандықтың негізгі мағынасы бұл адамшылықтың алтын қағидасы. Өйткені шын мәніндегі кез келген ер адам өмірге келген, қазақ айтады ғой, ер дейді, ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Бұнда да үлкен құрбандық бар. Бізді ел ретінде сақтап қалған, біздің асыл діңгегіміз, іргетасымыз осы қағидалар еді ғой. Ал қазіргі кездегі біздің жаңағы Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой, ерлер кетіп, еркектер қалды дейді. Сонда ер деп кімді айтады? Өзінің нәпсісін құрбандыққа шала білген адамды қазақ ер дейді. Ал өзінің нәпсісін тыймаған адамды қазақ жай ғана еркек дейді. Міне сонда біздің қазіргі кездегі қазақ қоғамы өзінің нәпсісін тия білген, яғни нәпсісін құрбандыққа шалған, ол елінің жолында өзінің, жаңағы Шәкәрім айтады ғой, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін дейді. Мансапқа салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін дейді. Міне сол бақтан, тақтан, сол елдің мүддесін жоғары қоя білген, өзінің жаңа мақтан сүйгіш, тақ құмар, мансап құмар, нәпсісін құрбандыққа шала білген ерлерді қазақ халқы әманда басына көтерген, солар дәріптеген және соларға кәдімгідей ескерткіш қойған, мына елдің жүрегінен мықтап тұрып орын алған азаматтар бар. Сол өзінің елдің жолында құрбандыққа шала білген. Сондан біздің әрбір қазақ отбасында сол біз балаларды еркек тоқты құрбандық, яғни ер бала ел үшін туады, ер үшін өледі деп біз тәрбиелесек қана біздің осы ұлан-ғайыр жерге біз мирас, шын мәнінде мирасқор болып аман алып қаламыз. Мынау елімізді, жеріміздің тұтастығын сонда ғана сақтап қаламыз. Өйткені шын мәніндегі қазіргі кездегі үлкен қорқыныш бар. Мысалы, жан-жақтан біз андалаған, мысалы, біздің қазақтың жаулары қазақтың жеріне көзін сұғын қадап отыр деп айтады ғой. Соны олардан қорқудың қажеті жоқ. Ол Құдайдан қорқу керек. Құдайдан қорыққан адам, қорқу деген не? Ол жабайы қорқыныш емес. Ол Құдаймен байланысты үзбеу, Құдаймен дос болу, Құдайдың әмірлерін орындау. Сол кезде Алла тағала өзі уәде берген, кімдегі мен уәдемді орындаса, мен ол халықты бүкіл бәле-жаладан аман есен алып өтемін дейді. Қандай да халық дейді, менің әмірлерімді орындамаса, яғни менен қорықпаса, ондай халықты жойып, орнына маған құлшылық ететін халықты жаратамын деген Құранда уәдесі бар. Сонда қазақ айтады, Құдайдан қорықпа дейді. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Біздің қазіргі кездегі негізгі проблемамыз сол, бізде қазір Құдайдан қорықпайтын адамдар өсіп, қаулап, және әсер Совет үкіметі кезінде көп болды. Сонда біз қазіргі кезде тәуелсіздіктің негізгі жемісі сол Құдайдан қорқып, өзінің малынан зекет беріп, құрбандық шалып, мынау өзінің жаңағы Құдайдың берген дүниесін өзінен аямай Құдайдың жолына шағалу арқылы біздің мақсатымыз, тілегімізді Құдай сонда ғана береді деген түсінікке біз берік ұстап, берік тұтынуымыз керек.